Мәриям деген сөздің қазақшасының өзі, үйлеріңізде қыздарыңыз бар ғой, Мәриям деген. Қазақшасы Құдайға берілген қыз деген қазақшасы. Мәриям деген қыз, аты қазақшасы осындай екен. Сол Мәриям анамыз сондай дәрежеге жеткен, әулиелікте қыстың күні жаздың күні қыстың жемістері бөлмесінде тұратын болады. Ғибадатханасында. Әулиелік карамат бұл. Немен жеткен? Тек Құдайға құлшылық қылумен жеткен. Мәриям анамыздың сенімі анау-мынау кісілердің сенімінің үстінде тұратын болған. Закария пайғамбар айтады ғой, Закария пайғамбардың өзі бөлмесіне кірген кезде таң қалады дейді ғой. Анна лаки хада я Мариям. Ей Мариям, мынаның бәрі қақтан келіп отыр саған деп айтады дейді. Жаздың күні келсем қыстың жемісі тұрады. Қыстың күні келсем жаздың жемісі тұрады. Қақтан келіп отыр мынаның бәрі саған, ей Мариям. Өзі пайғамбар анау Закария бар ғой. Алейхиссалам. Мен инде Раббина дейді. Раббымның құзырынан келіп жатыр дейді. Машалла. Сөйтіпті Закария пайғамбар бірден дұға қылады. Раббым маған өзінің құзырынан бір перзент нәсіп етші. Қартайып қалған екен де сөйтсек Закария пайғамбар. Әйел де қартайып қалған екен. Алла Тағала оның дұғасын қабыл қылып, періштелер жіберіп сүйіншілетеді. Сенің әйелің жүкті болады, босанады, есімін кім деп қоясың дейді? Яхия деп қоясың дейді. Алланың өзі атаған есімі Яхия.